қонып жүреді да. Ол қалай ұшу керек? Ол қазір ұшып 180-мен кетіп бара жату керек та. И одан кейін тағы да алдыға артқа жүру үшін тағы да 5-пен жүру керек та ол үшін. Бірақ ол шын оны түсінбейді оны. Демек осы жерде ғалымдарымыз айта бастайды да. Мына Эйнштейннің осы мақала шыққаннан кейін после теория относительности сол кезде көптеген сол кездегі құдай жоқ деген физиктер естіп мақала жазады. Ей, Эйнштейн, не істедің? Құрттың ғой сен деп тұрып шығарады. Басқа елдің физиктері бар ғой. Құрттың ғой деп жаза бастайды. Неге құрттың ғой деген кезде? Сен қазір бұның алдында құдайсыз-ақ әлемнің даму идеясын құрттың ғой. Қазір получается, әрбір нәрсе әртүрлі болатын болса, онда біреу болып отыр, который мынаны былай қылады, мынаны былай қылады, мынаны. То есть бір жалпы ереже істемей қалды дейді да. И көптеген ғалымдар жаза бастайды да, Эйнштейн сен бәрін құрттың дейді. И сол бір ғалымның атын ұмытып отырмын, жазады да, жазып келген Эйнштейн сен бәрін құрттың ғой дейді да. Асты жағында естіп айтады. Ей, білмеймін сен кім екеніңді. Сен басқарып отқан әлемді, мен танымаймын сен кім екеніңді. Бірақ мен лично айта аламын, сен нағыз строитель екесің. Сен нағыз инженер екесің. Сен нағыз ғалым екесің деп естіп айта бастайды. Эйнштейн емес, болса мақаланың ішінде өзі отырып жатыр ғой, енді Эйнштейн как будто әлемді басқарып деген нәрсені әкеп тұр ғой енді примерно. Енді анау онда кім басқарып жатқанын білмей тұр ғой, ол айтып отыр да, біз әлемнің ішінде қазір кім басқарғанын білмей тұрық, бірақ біз оны просто мына амалдарына қарап айта аламыз. Саған қарады да, мынау негізі действительно маман екен деді да, ғалым. Өйткені сен сияқты жаратылыс жарату үшін ілім керек қой ол. Ғалым деп біреуге сөйлеп отыр да ол. Мен білмеймін сен кім екеніңді. Ей, құрылысшы, ей, пәленше деп осы жерде байқасаң, Нұреке, ол Алланы немен атай бастады? Сипаттармен. Сен маған айтып отырсың ғой, біз не Алланы қалай танымыз керек деп. Нұреке, Алла сипаттармен танылады болды. А ол сипаттар, неге сипаттармен? Неге біз қолмен? Неге біз қол деген нәрсе, сен қолы бар десең, демек оны сен көргесің деген сөз Алланы. Сен Алланы көресің ба? Көрмейсің. Сен көрмеген себептен ғана оны білімді, құдіретті көрінбейді ол. Ал егер сен оны айтатын болсаң, қолы бар деп, демек сен көрінеді ол Алла деген сөз дейді. Бұл жерде мынандай идея шығып кетеді. Бұл жерде қолы бар, аспанда бар деген нәрсені айтылмайды. Почему? Потому что Алла Тағала білінбейді, көрінбейді, ол ғайып деп аталады шариғатта. Сондықтан да айтпағым, сен егер сұрағың болатын болса, біз Алланы қалай танымыз десең, қалай танимыз десең, мына дүниедегі бүкіл барлық нәрсе Алланың жаратылысы ма? Алланың жаратылысына қарап, біз оны кім екенін танимыз.